Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы судың түрлі күйі. Бүгінгі сабақта судың 3 күйде болатынын білесіңдер. Заттарды күйі бойынша жіктеуді және ақпарат көздерін қолдануды меңгересіңдер. Ең алдымен су тіршілік көзі. Тіршілік құбылыстарының бәрі судың қатысуымен жүреді. Су табиғатта ең көп тараған зат. Оның адамға пайдасы мол. Әсіресе минералдық сулар адам ағзасына пайдалы. Сондықтан ондай суларды шипалы сулар деп те атайды. Суды таза сақтау керек. Су ағатын арықтарды өзен мен көлдің жағалауын ластамау керек. Балалар, олай болса, бүгін біз су 3 күйде өзгере алады екен. Ол сұйық, газ тәрізді және қатты болады. Мысалы, газ тәрізді шарды үрлеген кезде ішіне ауа кіреді. Сондықтан оның ішінде гелий деген гелий ішіне толады. Алдымен, балалар, су сұйық, қатты, газ тәрізді күйде кездеседі. Балалар, ең алдымен табиғаттағы су айналымы бұл күннің сәулесі өзен, көл, теңіз және мұхиттардың бетінде қыздырғанда судың біраз бөлігі буға айналып ұшып кетеді. Бастапқыда бұл тамшылар өте ұсақ болғандықтан оларды көру мүмкін емес. Су ауаның салқын қабатына көтерілгенде қоюланады. Олар бірігіп бұлтқа айналады. Осы кезде ғана көзге көріне бастайды. Бұлт ауаның ағысымен қозғалысқа түседі. Ол жауын-шашынға айналып, құрлыққа қайтып оралады. Бірақ біраздан соң күн қыздырғанда бір бөлігі қайтадан буланып ауаға көтеріледі. Жауын-шашынның бір бөлігі топыраққа сіңеді. Онда өсімдік көгере алады, яғни көгіне түседі. Жер асты сулар қорына қосылады. Судың мұндай қозғалысы су айналымы деп аталады. Балалар, өздерің көріп отырғандай, бұл су айналымының суреті бейнеленген. Ал енді, балалар, мұқият қарап тұрсаңыздар, келесі сызбаға қарап, суреттерді өздерің орналастырып қараңдар. Балалар, суреттерді салыстырып көрелік. Өздерің көріп отырғандай, қандай ұқсастық байқадық. Неліктен мұз судың бетінде қалқып жүреді? Неге мұздықтар қауіпті? Балалар, себебі мұз судан жеңіл болғандықтан оның бетінде жүзіп жүреді. Мұхит суларында мұз таудай болып көрінеді. Шын мәнінде судың астыңғы бөлігі одан да үлкен екенін өздерің көріп отырсыңдар, одан да үлкен екен. Сондықтан мұздықтар өте қауіпті екен. Табиғатта су буы тұман түрінде кездеседі. Су тұманнан басқа мұз тұманы да болады екен. Ол өте ұсақ мұз қиыршықтарынан түзіледі және қатты аяз кезінде ғана байқалады екен. Балалар, сонымен қатар қыс түскенде жер бетінде қар жауып, өзен көлдің беткі қабатында мұз қатады. Күн жылынғанда қар мен мұз еріп, су мен буға айналады. Тау шыңдарында, мұздықтарда, жер полюстерінде қар мен мұз мүлдем ерімейді. Балалар, сонымен қатар ыстық бұлақтар, ол жер бетінде шығып жатқан жер асты сулары. Олар пайдалы минералды тұздарға бай.
Ыстық бұлақ суының емдік қасиеті өте мол. Біздің елімізде 100-ден астам ыстық бұлақ көздері белгілі. Мысалы алатын болсақ, ол алма арасан, сары ағаш. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар. Сабақ аяқталды.